Ассалаумалейкум. Сотрудник мырза. Тоқтатам, тоқтатып кетіп қалғанбыз мынау. Қауіпсіздік ережесі жоқ. Мына осылай. Ассалаумағалейкум. Полиция кіші лейтенант Сағатбай. Сіз тоқтатқан мақсатымыз... Кім тоқтатты, сен тоқтаттың ба? Мен тоқтаттым. Напарник тоқтатты. Напарник тоқтатты, напарник жауап береді. Разница жоқ. Полиция қызметкері тоқтатты ма? Разница жоқ, мен саған қазақпын, қазақша сөйле. Полиция қызметкері тоқтатты ма? Қазақша сөйле деймін саған. Полиция қызметкері тоқтатты ма? Болды. Енді мен заңды талабына бағыныңыз сіз. Мен бағынбай жатырмын ба саған? Сен тоқтатқан жоқсың ғой мен. Кім тоқтатты, сол жауап береді. Нұрхат! Шақыр бері қара. Неге тоқтатып қашып жүр? Енді сізге түсіндірейін мен. Не үшін тоқтатқан? Сен түсіндірген жоқсың, мен саған айтамын. Кім тоқтатты, сол түсіндіреді деймін. Құқықтық тәртіп шара жүріп жатыр. Соған байланысты. Сен тоқтатқан жоқсың деймін, мен саған тағы да айтамын. Жарайды. Сен қалай жұмыс істейсіңдер? Министр қарамасынан шықсы Жамбыл облысына. Есімім Жансерік болады. Мен сен шақырған жоқпын. Жансерік танысқым да келмейді мен сен. Тоқташы, шақыр ананы, тоқтатқан адам. Мен заң талабыма бағынбай тұрсыз ба? Кім сен? Сен тоқтаттың ба? Сен тоқтаттың ба? Разница жоқ деме. Разница жоқ. Разница деген қазақшасы не? Айтшы, разница деген не? Разница деген қазақшасы не? Разница жоқ. Қазақша айт. Разница деген қазақшасын айт деймін. Қазақшасын айт, разница деген. Мен саған орыс емеспін. Нұрхат, кел. Шақыр. Полиция қызметкері. Разница деген қазақшасы не? Полиция қызметкері. Разница деген қазақшасы не? Айтшы енді разница. Қалай сөйлесем де өзім білетін шығармын. Өзің білесің ба? Мен қазақпын, мен саған қазақша талап етемін. Қазақша. Разница деген не? Мәселе жоқ. Мынау тоқтатты, мен тоқтаттым. Разница деген жауап берсесің. Нұрхат, сен тоқтаттың ғой. Енді бұл кісіге түсіндір. Бізде құқық тәртіп атты шара жүріп жатыр. Соған байланысты тоқтатып тұрмыз. Тоқта, сен жағаласпасаң, тоқтатқан адам өзі жауап береді. Сен ары қарай тұршы. 1 метр. 1 метр тұр, ары қарай. Дистанция, ары қарай тұр, дистанция. Дистанция 3 метр ары қарай тұр. 3 метр ары қарай тұр. 3 метр ары қарай тұр. Құжаттарыңыз көрсеңізші. Не себептен? ОПМ құқықтық тәртіп атты көрсетсін, қағаз бар ма? Қағаз бермейді қазір. Қағаз бермейді. Жүзекке хабарлас деген әңгіме жоқ. Комиссиясының арызы. Қай жерде? Қай жерде жазылған айтшы. Қай жерде жазылған? Жүзекке бар хабарлас деген. Жүзекке хабарлас. Сен салғыласпашы. Сатурин салғыласпа, мен саған айтамын. Дұрыс қой сұрақ, сіз жауап беріңіз. Сол шақыр оны, тоқтатқан себебін түсіндірсін маған. Не себепті түсір? Мен саған қатын ұстап салғыласып келі жоқ маған. Болды. Әңгімелеріңде. Бар. Шақыр. Кел, құжаттарын тексер. Не үшін тоқтатып қашып кеткен ол? Болды. Қашып кеткен жоқ. Қазақшасын айтасың. Жоқ, разницасын қазақшасын айтасың. Бүткіл Қазақстан күлкі боласың сен, түсіндің ба? Бүткіл Қазақстан күлкі боласың. Күлкі боламын. Таза ана тілінде сөйлеп. Ана тілінде емес, разница деген қазақшасын айтасың. Разница дегенді білмесеңіз. Айт, разница деген айт ал. Түсініп алыңыз. Не үшін айтасың разница? Мен қазақ тілінде тұрмын. Қалай айтамын? Өзің айтамын, өзің білетін болсаң, өзің ойыңша жұмыс істей берсе, министр сөйтіп жіберді ма не сені? Сөйтіп жіберді ма не саған министр? Өзің біле бер деп жіберді ма не саған? Заңда көрсетілген. Өзің біле бер деп жіберді ма не министр? Өзің біле бер деп жіберді ма саған министр? Траста ашықта өзің біле бер деп жіберді ма? Білем, сені жақсы білемін заң. Айтпеңізші енді маған. Жоқ, саған не деді? Министріне өзің білем. Жоқ, өзің білем деп жіберді ма саған трастаға? Өзің біл деп жүре бер. Блогер болғаннан кейін? Иә. Жақсы, аккуратный блогер болу керек қой. Сен сұрамаймын, ары қарай тұр. Жігіттер осындай да осындай деп. Мен саған жігіттер емессің сен, бар ары қарай баршы. Мен сені шақырған жоқпын, бар. Сен тоқтатқан жоқсың ғой мен. Келеді, до конца